Балаңыз қателескен сайын шешімді өзіңіз айтып жүрсіз бе? Сіз қалай істеп жүрсіз? Өзіңізді бір сәт бақылап көрдіңіз бе? Төменге лүпіл басып арнаға тіркеліңіз. Күнделік тұрмыста баланың қателескенін көрген кезде бір бөлім ата-аналар енді мынадай істе, бұлай болмайды, менің айтқанымдай жаса деп оған дайын шешім береді. Бірақ өмірде біз әрдайым баланың жанында болмаймыз ғой. Сол үшін баланы мәселе туылғанда шешім жасай алатын қабілетін жетілдіруге жаттықтыруымыз керек. Сондықтан мәселе туылған кезде баладан бірінші болып, енді бұны қалай түзесек болады деп сұрауды әрқашан естен шығармағаныңыз жөн. Бастапқыда жауабы қарапайым болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе бала ойлануды, жауапкершілік алуды және өз іс-әрекетінің салдарын түсінуді үйренеді. Өйткені оң тәрбиенің мақсаты баланы басқару емес, өмірге дайындау. Ал сіз дайынсыз ба? Төменгі пікір қалдырыңыз және басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз.